Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі. Қазақ әдебиеті пәнінен бейнесабақ. Пән оқытушысы Сағынбекова Фариза Асанғалиқызы. Сабақтың тақырыбы Сырбай Мәуленов және оның өмірі мен шығармашылығы. Сабақтың мақсаты білім алушыларға 20 ғасыр әдебиетінің өкілі, қоғам қайраткері ақын Сырбай Мәуленов туралы толық ақпарат беру, шығармашылығымен таныстыру, оқулықпен және қосымша материалмен жұмыс істей білуге үйрету, шығармашылық қабілеттерін арттыру, әдебиетке деген сүйіспеншілікке, бір-біріне деген қамқорлыққа, мәдениеттілікке тәрбиелеу. Ақын Сырбай Мәуленов 1922 жылы Қостанай облысы Жангелдин ауданында туылған. Ұлы Отан соғысының ардагері. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын бітірген. Ол Қазақ мемлекеттік көркем әдебиет баспасында, Жазушылар одағында, Қазақ әдебиеті газетінде, Жұлдыз журналында көп жылдар бойы әртүрлі жауапты қызметтер атқарған. Ақынның тұңғыш өлеңі 15 жасында Жамбыл облысының колхозшы газетінде жарияланады. Өлеңдер деп аталатын алғашқы жинағы 1942 жылы жарыққа шыққан. Кейіннен Ақ түн, Ұшқан ұяда атты кітаптары жарық көрді. Шығармаларында туған жер, замандас және оның жасампаз еңбегі жарқын жырланады. Жазушының балаларға арнап жазған Барлаушы бала, Құлыншақ, Амангелді Имановтың балалық шағы туралы, Қорқақ торпақ сияқты көптеген өлеңдері мен әңгімелері жарық көрді. Оның Жаңа көктем, Дала таңы, Көгілдір таулар, Жер нәрі, Жапырақтар жанады өлеңдер жинақтары орыс тілінде Мәскеуде басылды. Оның бірнеше өлеңдері орыс тілі арқылы әлемнің көптеген елдеріне танымал болған. Пушкиннің, Лермонтовтың, Ломоносовтың әдеби шығармаларын қазақ тіліне аударған. Сырбай Мәуленов поэзиясындағы шеберлік үрдістері. Сырбай Мәуленов поэзиясының табиғатпен тұтастығы, ақын даналығының әрі ажырамас бөлшегі, әрі адастырмас өлшемі. Ол өзінің поэзиясына нәр мен қуатты туған жер табиғатынан алады. Сондықтан өзінің сөзін де, жырын да соған арнайды. Ақын өлең жолдарынан табиғат құбылысының мінезін сезесің. Әрі сыршыл, лирик өзінің сезімін де қоса өреді. Ол үшін туған жердің көктемі алабөтен ыстық. Ақын көктем тақырыбына әр алуан жыр арнады. Оның әрбір өлеңі жаңа бір дүниенің кілтін ұстатқандай. Бірін-бірі қайталай бермейтін көктемнің әр қилы суретін, көрінісін әр алуан қырынан аша жырлайды. Сырбай Мәуленовтың қай өлеңін оқысаң да үлкен эстетикалық ләззатқа бөленіп, жан дүниең жадырап сала береді. Далаға жайып көк жібек, өзен боп өзі дірілдеп, гүл болып қызыл желбіреп, көктем сұлу келеді. Сырбай Мәуленов жырларындағы күтпеген жерден көлденең шыға келетін соны образдылық, бейнелілік қазақ поэзиясының көркемдік тәжірибесін байытты. Болмысты, табиғатты, тағы сол сияқты ауызға алмаған, аңғармаған қырынан таныту ақындық қырағылықтың, суреткерліктің белгісі. Қорыта келгенде, қазақ әдебиетінің поэзия саласына тұтас бір майдан сарынын алып келген даладай дарынды ақын Сырбай өлең өлкесінде өшпес із қалдырды. Осы орайда қуатты қаламгер туындыларын әлем таныған Әбіш Кекілбаевтың мына бір ғибратты сөзі еске түседі. Біз бала кезімізден бастап сырбайша оқуға, сырбайша жазуға, сырбайша сөйлеуге ұмтылып өскен ұрпақпыз.
Қазіргі әдебиеттегі 60-қа келгендер мен төменгі буынның барлығының болмысында міндетті түрде Сырбайдың рухы, Сырбайдың әсері бар десем асыра айтқан болмаспын. Сырбай тек өз мектебі бар ақын ғана емес, қазақ поэзиясын жарқыраған жаңа кезеңге көтеріп бере алған кемел құбылыс. Бұл тұрғыдан келгенде Сырбай қазақтың ұлттық әдебиетінің классигі болып саналады. Үйге тапсырма: Сырбай Мәуленовтың өмірі мен шығармашылығына байланысты сызба құрап келу және оның өмірбаянын мазмұндау. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.